Самал, қайдасың? Мен мұндамын. Самал, еш жерің ауыртып алған жоқсың ба? Жоқ, бәрі дұрыс сияқты. Жандос, сен қалайсың? Нұржан, мына жер қараң екен. Қазір мен жарық шығарайын. Шығар. Әкел маған. Ал. Мына жер терең екен. Самал, Самал, қане, Самал. қолыңды бер. Абайла. Кел, профессор. Самал, бұл қай жер? Мынау лабиринт қой. Бұл не үшін жасалған? Оны білу үшін бірінші аралап көруіміз керек. Ендеше, барып көрейік. Самал, ақырын. Жүр. Жүре ғой. Тұр. Ақырын. Мына жер қараңғы екен. Менің артымнан еріңдер. Қалай ойлайсыңдар? Бұл қандай жер? Оны Жандостан сұрау керек қой. Көне отырардың жасырылған кітапханасы емес пе екен? Самал, жақсы сөз айтшы, а? Мен жаман не айттым? Ең болмаса қазына, байлық деп айтшы. Адам өзі асығыс деп шаршап жүргенде, сен де кітапхана деп. Бұл тегін жер емес. Бұл лабиринтті жайдан жай жасамайды. Абайла, Жандос, абайла. Еш нәрсе байқалмайды. Жүріңдер. Абайла. Самал, ақырын. Жандос, қалма. Бағана өлілер туралы айтып едік. Бұл әруақтар тұрған жер емес пе? Қазір біреу алдымыздан шығып тұрмасын. Қорқыта бермеші, Нұржан. Мақыл. Нұржан! Есі дұрыс па? Жанымды, жүрегімді ұшырып. Болды, қойдым. Жарайды. Мұнда жол жоқ екен. Кері қайттық. Басқа жолға түсейік. Жарайды. Абайлаңдар. Ақырын. Нұржан, болды, қорқыта бермеші. Адам жатыр. Бұл не? Шын айтам. Не ол? Жандос, қарашы. Мынау адам ғой. Жігіттен Бұл жердің астында қайдан жүр? Тірі ме, өлі ме? Қазір көреміз. Ей, көке! Кім, аға?
кім әлде жерлес дейміз ба сізді? Қалайсыз? Жауап бермейді. Міне керемет. Несі керемет? Қаусаған сүйекті айтасың ба? Қара, адам дүниеден өткенде жерлену керек. Бұл адам жерленбеген. Өз киіммен отырғанына қарағанда о дүниеге бірден аттанған секілді. Сонда қалай? Өзімен өзі отырып кете салған ба? Отырысына қарағанда солай. Ол кездің адамдар қуып кеткен ба? Мұнысы несі? Шумақта өліден сұраңдар деп осыған байланысты айтылған болар. Сен де айттың, Жандос. Ал сұрайық онда. Бауырым, асық қайда? Айта салшы. Бөтен адам емеспіз. Өзіңнің ұрпақтарыңмын ғой. Айта салшы. Ал, кән? Нұржан, тыныш. Олай ойнауға болмайды ғой? Маған болады ғой. Ой, тұршы бұлай. Бұлай тексеру керек та. Кән. Жоқ сияқты. Жоқ. Жандос, мұның не тағы? Тоқтаңдар, бірге жүрейік. Я. Жарайды, жүр. Бірге жүрейік. Мынау немене? Нұржан! Самал! Ау! Нұржан! Ау, Жандос! Тоқтаңдар. Мына ғажапты қараңдар.又找到一个陨石。 Олар төртінші асықты тапты. Тоқта. Нұржан, тоқта дейм. Неге тоқта? Менің саған деген сезімім тасып жатыр, білесің ба? Енді неке қиылмай болмайды ғой, Нұржан, сен білесің. Қараш, профессор тағы бір шумақ өлең жіберіпті. Келесі асық қайда екен? Тіршілік бастау алған құтты мекен. Шығар болсаң, беліңді буғың бекем. Сол таудың төбесіне жасырынған құпияның шешімі үңгір екен. Үңгір делінеді. Меніңше бұл шумақ түсініктірек секілді, е? Тіршілік бастау алған. Ол не болды екен, а? Тіршілік бастау алған. Әрине, қазығұрт тауы ғой. Осы аңызды мен бала кезден әжемнен естіп өскем. Кім біліпті? Мүмкін солай шығар. Дәл солай. Нұх пайғамбар кемесі осы Қазығұрт тауына тоқтап, жер бетіндегі тіршілік осы жерден басталыпты. Жандос па? Сәлем, Жандос. Ой, Жандос, мен жанымда Самал барда жаман болушы едім. Әрине жақсымын. Өзің қалайсың, Жандос? Олар байланысқа шықты. Самал екеуміз үйдеміз.
Шумақты оқыдыңдар ма? Иә, Шумақты қазір ғана көріп, оқып шықтық. Ойларың қалай? Білмеймін, Самал Қазығұрт тауы дейді. Өте дұрыс. Тек бір мәселе. Онда үңгір бар ма екен? Оны білмедім. Енді сол Қазығұрт тауын жақсы білетін адам табу қажет. Бұл мәселені шешілді деп есептей бер. Қазығұрттың бөктерінде мен нағашым тұрады. Ол бәрін біледі. Нағашыңа жол қаламыз ба? Иә, әрине болады. Онда таңертең жолға шықсақ қалай қарайсыңдар? Жарайды, келістік. Аха. Ал Самал, дайындала бер. Әжеңнің айтқан ертегілер әлеміне саяхат жасайсың. Мен әрқашан дайынмын. Там 要行动了， Жолға дайындалды. 准备出发。 Баратын жеріміз белгілі болды.